Сәлеметсіздер ме, құрметті менің тыңдаушыларым. Бүгінгі тыңдайтын әңгімелеріңіз «Біреуге ор қазба, өзің түсерсің» әңгімені соңына дейін тыңдап, қолдап отырыңыздар. «Атам келді, алақай, атам келді!» деп жүгірген Алинұр ортада айналып қуанып жүр. Есік ашылып, данышпан ата кіргеннен немерелері мойнына асылып, кезекпен кезек қолынан сүйеп аталап жатыр. Әдірәм қалсын, тойлатпай-ақ тойлығымызды салып жіберіп, үйде немерелеріміздің жанында жатпаймыз ба? Я, кемпір, әйтпесе, 2 күн көрмегенсің ба? Мына жүгермектерді әбден сағынып қалыппын, деп шөлпілдетіп сүйеп, маңдайларынан иіскеп, құшағына қысып жатыр. Қанымша кемпір жайғана қолымен Алинұр мен Саяның басынан сипады да: «Шайыңды қой, әй қатын, қара суың тамағымыздан өтсе ішіп көрейік, кеуіп қалдық», деп зілді дауыспен бөлмесіне кіріп кетті. «Шай дайын, ата, шаршап қалмадыңыз ба? Апамның көңіл күйі түсіп кеткен ғой, не болып қалды?» «Кемпірімнің қандай екенін өзің білесің, сен оған мән берме. Айтпақшы талшын келінім, ақұдай, анау дорбадағы базарлықтардан балаларға бөліп бер». Талшының тағы да ойында көңілсіз көлеңкелер пайда болды. Енем сонша неге мені жек көреді? Өзінің бір түйір туған ұлының балаларының маңдайынан иіскей алмауына не кедергі? Балаларымның әкесі, менің жарым Аманат, оның жалғыз жел тигізбей өсірген ұл емес пе? Оған неге соншама шүйлігіп жүреді? Үнемі бөлмесінде шік түсіп, теріс қарап жатып алып, бірдеңелерді күбірлейді де жатады. Себебін сұрасам қашқақтайды. Түсінсем бұйырмасын деген ойлардан лезде есін жиып, шайын, ыстық тамағын әзірлеп кетті. Талшының шайына бірмін, тамағына сын айтып бөлмесіне жөнелген Қанымша кемпір бөлмесіне кіріп кетті. Үй тағы да үнсіз, есік ашылды. Телефонмен күбір-күбір сөйлесіп, жуыну бөлмесіне кіріп, есікті іштен іліп алған Аманат: «Кішкене қалт, шыдаш», деп жатқаны Талшынға анық естілді. Жуыну бөлмесінен шыққан Аманат ұл мен қызын сүйіп, ас бөлмесіне барып: «Өзім құйып ішемін, сен демал, ештеңе айтпа, басым ауырып, шаршап тұрмын», деді. «Мен сенің әйеліңмін, балаларыңның анасымын», дей беріп еді. Аманат: «Доғар, мен есімнен ауысқан жоқпын», деп орнынан тұрып, сыртқа шығып кетті. «Туф, құдайым-ай, не боп кетті? Бізге осы көз өтті-ау деймін. Тфәй. Аманаттың дардай компанияда жұмыс жасағанына аз уақыт болса да бастық лауазымына көтерілгені, менің 28 жасқа толғаныма сыйлаған автокөлігі елдің көз алдында болып жатыр. Туысқан мен көршінің аузында біздің отбасы. Тфәй, Алла тіл көзден сақтай көр. Ертең 7 шелпек пісіріп таратпасам, атам айтып, үйге молда шақыртып, өлі аруақтарға құран бағыштатайық», деп сыбырлап, өз ойын өзі құптап, сабырға келе бастады. Кеш қарауытып, төргі бөлмеге әдеттегідей атасы мен ұлына төсек салып, орындарына жатқызды. Үйдегі заттарды реттеп, бөлмесіне барып жатты. Ойы сансаққа бұлғап, не болса соны ойлап, ақыры ақылға жеңдіретін Талшын бұл жолда Аманатқа қоңырау шалып, кешірім сұрап, үйге кіруін өтінді. Іштей мен осы не үшін кешірім сұраймын деп те қояды. Бірақ көңілі әрдайым ашық жарқын, ешкімге жамандық ойламайтын, арам ойдан ада келіншек, үнемі қай жағдайда да өзін бірінші кінәлі сезінетін. Қайтсын енді, келін деген ұғым, ол үшін отбасының тыныштығын сақтаушы, ұрысты ушықтырмай, сабырға келтіруші еді. Аманат бөлмесіне кіріп, әйелінің жанына жатты. Талшын ұйықтап қалған болатын. Осындай келіншекті мен оңбаған, қалай ғана ренжіттім екен деген оймен ұзақ отырып ұйқыға жатты. Екеу іштей мен кінәлімін, жоқ, мен кінәлі, деп үнсіздікпен күресіп келуде. Күндер өтуде, әркім өз тіршілігімен, үй шаруасымен балалардың сабағын қарап, мал, ит, құс, мысық, бәрін суару Талшынның үйреніп қалған міндеттері. Атасы немерелерін мектепке апарып тастап, алып келеді. Ал енесі Қанымша күн шыққаннан тас қарайғанша ұялы телефонынан түспей бөлмесінде жатады. Қайын жұрты түгілі өз тумаларымен араласпайтын қыңыр еді. Күнде сөйлесетін жалғыз құрбысы Аня. Не айтатындарын бір Алла біледі. Аманат бүгін үйге күндегі уақыттан ерте келді. Кешкі астан кейін ыдыс жуып жатқан Талшынға Аманат бірдеңе айтамын деп ескерткен. Соңғы кезде Талшын күйеуінің көңілі түсіп жүргенін байқайтын.
жұмысындағы жауапкершіліктері шаршатып жүрген болар деп артық мазаламауды жөн көрді. Дегенмен Талшынның үлкен жақсы жаңалығы бар еді. Бөлмесіне кірген Талшын енесі мен күйеуінің отырғанын көріп аң-таң. Аманат, сен бірдеңе айтпақ едің, ал мұнда апам не істеп отыр деген сыңай танытып, көзімен түртіп қояды. Айт балам, өті жарылсын, деп Қанымша кемпір кіржік даусымен тырнап алды. Талшын, бұл жаңалығым екеуміздің өмірімізді түбегейлі өзгертуі мүмкін, бірақ сен ойланып шешім қабылда. Ашуланудың да, жылаудың да керегі жоқ. Айтпағым, мен тоқал алмақшымын. Қайта сен қуан, қолың ұзарып, сырлас құрбың болады. Оның аяғы ауыр. Біз анам екеуміз шешіп қойғанбыз, деген Аманаттың қобалжып жеткізген сөздеріне күмәнмен қарады. Көзі шарасынан шығардай бақырайып, еріндерін алма кезек тістелеп, саусағы дірілдеп, аяғын алдыға, біресе артқа бір қадам жасай алмай тұрып қалған Талшын. Не? Иә, білем ғой, түсінем ғой. Мен не деп тұрмын, Құдай-ай? Апа, сіздің мені не үшін жақтырмағаныңызды білемін. Дегенмен балаңызға ол қызды сіздің тауып беріп отырғаныңыз анық. Менің Аманатым олай жасамайды. Жаратпай жүрген жеріңіз болса, неге айтпасқа? Мен соны түзетейін де, басқасын алып не өзгереді? Ал атам естіді ме? Ол кісі не дейді? Бірақ осының бәрі ертеңге дейін бітпесе, шындық болса мен орнымды босатайын. Жуыну бөлмесінде тығылып сөйлесуің мен балаларыңа көңіл аудармауың, тағысын тағы бар. Соның барлығының бір жауабы бар екен ғой. Әттең, ертерек білгенімде мендегі жаңалықты болдырмаста едім. Талшын, ол қандай жаңалық? Деп танауының астынан сөйлеген енесіне, әсіресе сіз үшін дәл қазір маңызы жоқ жаңалықты айтудың қажеті шамалы. Тыныш ұйықтай алмай шығып, ертесі мені кінәлап, мазамды алып жүрерсіз. Ол тек енді өзімнің ғана жаңалығым, деп бөлмеден шығып кетті. Таңға дейін көз ілместен ас бөлмеде отырғанын ерте тұрған данышпан ата сезгендей. Талшын, Ақұдай, ерте тұрғаның не? Сиырларды өріске айдауға әлі ерте ғой. Ата, енді ол сиырларды өзіңіз айдайсыз-ау. Мен бұл үйден бір жола кетемін. Сізге келін болғаныма 9 жыл болыпты. Сізге тағар айып жоқ менде, деп бөлмесіне кіріп, ала дорбасын жинап шықты. Көліктің кілтін Аманаттың қолына, болашақ жарыңа сыйла, деп беріп кетті. Балалар атасымен қимай қоштасуда. Таяғына таянып, кемсеңдеп жылаған данышпан атаның көзінен ыстық жас ағып қала берді. Ертесіне ақ Аманат үйге қызыл шашты жабысқан көйлегінің етегіне жіп жетпей қалғандай қысқа, тырнақтары сояудай, Дана есімді қызды әкеліп, әке шешесімен таныстырды. Әлбетте бір көргеннен данышпан атаға ұнамағаны анық. Талшынның неге кеткені түсінікті болды. Бөлмесіне күңіреніп жататын Қанымша апа, асханада келінімнің аяғы ауыр, өзім бәрін жасаймын деп құрақ ұшып жүр. Үйдің ішінен бір шаң табалмастай етіп отыратын Талшыннан неге мін іздегені белгісіз, мына кербез Дана үшін өліп кетердей. Жұмыстан қанша кешіксе де, Аманаттың мойнында сиыр сауы, өзіңе сол керек деп, данышпан ата күбірлеп, жем суын беріп қояды. Балалар оқитын мектепке барып, немерелерін көріп қайтуға бел буды. Үнемі өзі апарып алып қайтатын уақытты біледі. Мектеп алдында немерелерін күтіп отырған данышпан атаны Талшын анадай жерден байқап, аяғын асығыс басып жақындап, сәлемін беріп, жағдай сұрасты. Үйдегі мән-жайды мәз емес екенін айтып, көңілі түскен атасы немерелерін көріп кемсеңдеп жылап алды. Балаларда атасының құшағына ене кетіп, ата, бізбен жүріңізші, деп жалынып қалды. Ата, бұйырса сіздің жақында тағы бір тәтті немереңіз болады, деген Талшынның жаңалығы атаның көңіліне қуаныш ұялатып, көзін бет орамалмен сүртіп, Ақұдай, бақытты бол, өркенің өссін. Менің анау дым көрмеген кемпірім мен Аманат балам әлі-ақ сенен өздері кешірім сұрайды. Ажырасуға өтініш берсе, сен қабылдама, түсінеді түбінде. Мен мектепке немерелеріме сирек кеп тұрамын, сен сәлеміңді үзбе. Иә, ата, о не дегеніңіз? Бірақ білмеймін, бұйырған күні Алланың бұйрығымен болар жағдайлардан қашпаймын ғой. Жақсы ата, деп ұлғызын алып, таксиге мініп кетіп қалды. Талшын бұл күндері ата-анасының үйінде еді. Орталықта мектеп қашық болса да, балаларының достары мен үйреніскен мұғалімдерінен айрылғысы келмеді. Анасының да ақылы осы еді. Ал әкесі Талшын айтпаса да,
енесінің тырнақ астынан кір іздейтін кісі екенін білетін. Талшын келгелі анасы мен әкесі қуана қойған жоқ, бірақ түптің түбінде Аманаттың ақмақтықтан есін жиярына күмәнсіз. Ол күнде алыс емес деп сенеді. Үйге кірсең, аяқ киіммен қоқысқа жығылып құлауға болатын күнге жеткен Аманат есік алдында отырған Дананың білегінен қысып үйге сүйреп кіргізді. Сен өзің бұл үйдің келінісің бе, қызысың ба? Анам жүр ас бөлмеден шыға алмай. Ата енесіне ас әзірлеген келін құсап. Үйдің шаңы беселі, айна мен терезе айғыз-айғыз, ыдыс аяқпен ас ішу мүмкін емес. Сен өзі таңнан кешке дейін не істейсің? Деп ашуына ерік беріп айғайға басты. Өшір үніңді, әне жылаттың аяғы ауыр келінімді. Мен жасаймын үлгіргенімше. Ұнамаса үй қызметшісін жалдап қой. Соңғы сөйлеуің болсын. Ертең балаңа зиян тисе қайтесің? Деген Қанымша апа келінін жұбатумен әлек. Соншама не құдірет екен, осы жеңілтек салақ қатынға басымды байлап қойған. Анамды түсінсем бұйырмасын. Қай ана өз баласының бақытын қызғанып, таңдауын сыйламайды екен, деген ойлардың шешімін таппаған Аманат қораның алдында жүрген әкесінің жанына кеп отырды. Балам, еңсең түспесін. Сүреңсіз өмірің мәнсіз болып бара жатса, сен еңсеңді түсірме. Анау Данаң Қанымша қатынның құрбысы Аняның қызы екенін білетін бе едің? Жоқ әке. Сен сонда балам, Дана кім? Кімнің қызы? Қай рудан екенін де сұрамадың ба? Әкесі мен анасын танисың ба өзі? Жоқ. Мен қатты қателестім әке. Анамның Талшынды жақтырмай, күнде кешке жамандап, миымды жеп қойғаннан кейін келісуге амалым қалмады. Кішкентайымнан өсіріп баққан анамның ақ сүтін осылай ақтаймын деп ойлағам. Өзіме ұнаған қызды алсаң, жаныма тыныштық орнайды дегенмен келістім. Талшын кеткелі, үйдің берекесі қоса кеткенін түсіндім. Тендерден ұтылып, жұмысымда баспай қойды. Балаларымда мені кешірмесі анық. Талшынмен қалай отастық, содан бері көп нәрселер мен үшін жұмбақ болып келеді. Түсіндіретін бір адам бар ма өзі? Онда тыңдап алам. Анаң жас күнде менің оқу орнында оқыған, бір жасы үлкен жігітпен бас қосқан еді. Ақыры аяғы ауырлап, жігіті тастап кетті. Шермейіп қарны шыға бастағанда, ата-анасы мен бауырлары үйінен қуып шыққаннан кейін, Аня деген балалар үйінде тәрбиеленген, өзінен 5 жасқа үлкен қыздың жеке саяжайында босанған. Қыз бала дүниеге келіп, Аняға аманаттап кеткен. Анаң кейіннен маған жолықты. Ол кездегі биязы, әдепті Қанымша қазіргідей ақмақ болмаған еді. Енді дұрыстап тыңда. Менің әке шешем өмірден ерте өтіп, осы шаңырақты менің атыма рәсімдеп кеткен. Анаң Қанымшаны кездестіргенде, ол жасырмай, бар шындықты айтқаны үшін сыйлап араласып, тіпті ұсыныста жасап, жұбайлы өміріміз басталып кетті. Алайда Қанымша қызын босанғаннан кейін әбден салқын тигізіп, емделмегеннің кесірінен бала сүю бақытынан айырылды. Ал сені біз балалар үйінен асырап алғанбыз. Кешір балам. Естимін дегенім осы ме еді? Міне саған керек болса, тағы қандай сүйіншілеріңіз бар әке? Мен сонда тастанды бала, өгей адам екенмін ғой. Жүрегім сезген шикіліктің барын. Анам мені тумаған екен ғой. Не үшін үнемі айтқанын жасатып, ысқырғымен мен жетімекті айдап жүреді десем, құпия осыда екен ғой. Бәсе, жұрттың шешесі мен келіндері бір үйге неге сыйып отыр десем, өгейліктің жоқтығы екен ғой. Тағы не айтасыз? Бәрін бітіре салыңызшы әке. Аня кейіннен Қанымшаны тауып алып, әкесіз туған қызы Данамен таныстырған. Сол кезде сені асырап алғанын естіген Аня, Қанымшаға ұлыңа менің қызымды қосайық деп қолқа салған. Сол күннен бастап анаңның есіл-дерті сен мен Дананы қосу еді. Аня бай ауқатты болған соң, шешең соған қызыққан болу керек. Ал сен оқуыңды бітіріп, жұмысқа орналасып, табыс тапқаныңша, жағдайымыздың төмен болғанын өзің білесің. Сенің оқу ақыңды 4 жыл бойы төлеп келген Аня болатын. Ал Қанымша, сенің оқуың бітіп, жұмысқа орналасқаныңнан кейін саған Дананы алып берем деп Аняға уәде берген. Сенің болашағыңа Аняның кесірі тиер деген оймен шешеңді тоқтатпаған едім. Ақыры не болды? Талшынды үйге әкеп таныстырғанда менің қалай қуанғанымды білесің. Мен сенің таңдауыңды сыйлаймын балам. Бірақ артынша тағы да Аняның араласуымен Талшын Қанымшаның туған тастап кеткен қызы екенін білдім. Біле тұра, 2 немерем дүниеге келгенше айтпауға бел будым. Сені ақмақтық жасап,
Өз-өзіне қол жұмсар деп қорыққан анаң шындықты айта алмай, мінезі өзгеріп, тас жүрекке айналды. Ақыры Аня дегеніне жетті. Данасының алдында шешеңнің құрдай жорғалауының бірден-бір себебі осы еді. Ал Талшынды қатты аяймын. Қанымша Аняға не істесең оны істе, бұл менің енді қызым емес, деп табыстап кеткеннен кейін Аня бағалмай Талшынды 1,5 жасқа жеткенде қазіргі ата-анасының есігінің алдына тастап кеткен екен. Сен Талшынның қолын сұрап барайық дегеніңде есіңде болса, Аня да Қанымшаның құрбысы болып барған болатын. Екі жақтың аналары Талшынның үйінде кездесетін болып шешкен. Аня сол кездесуден кейін баяғы өзі тастап кеткен мекен жайы екені есіне түсіп, бар шындықты Қанымшаға айтқан. Қанымша өз қызының алдындағы күнәсін енді жуып шая алмасын біліп, екеуінің қосылуларыңа қарсы болғаны да сол еді. Көлігін оталдырып, жылдамдығын арттырып қала сыртындағы Аня апайдың саяжайына жетеді. Барлық шындықты білетінін айтып, не үшін олай жасағанын сұрады. Сен бала мені тыңда, Талшынға енді қосыла алмайсың. Менің дуамның шырмауына әлдеқашан түсіп қойғансың. Ал Талшын 7 айдан кейін дәрігерлердің қолынан қаза табады. Сенің анау 2 сүмелектерің жетім қалатын болады. Ал егер осының барлығы керісінше болсын десең, менің данамды жылатпай, жарың ретінде қабылда. Бұйырса, ұл балаларың болады. Менің анау Қанымшаға бір ғана хабарласқаным жетіп жатыр. Ол менің айдауымдағы адам. Сен соның ізбасарысың. Талшынға хабарлассаң, балдарыңа қауіп төніп тұр, деді. Алла төбеңізден ұрсын. Мені оқытқан оқуымның ақысына мына астымдағы көлігімді алыңыз. Мынау кілті. Мойныма қарыз болмасын. Талшынмен балаларыма осыдан бірдеңе болатын болса, ісім сізбен болады. Ал Дананы тек дүниеге келетін балам үшін ғана сыйлаймын. Қайдан шыққан сұр жылан десем, сізден шыққан екен ғой. Аманат қаланың сыртынан үйіне дейін жаяу жүріп келді. Бұрын тартпаған темекіні бір қорабын қалай тауысқанын өзі де білмей қалды. Талшынның не кінәсі бар бұл жерде? Анамның қателігі үшін неге ол қиналу керек? Ол мұның ешқайсысын білмей жүрген періште ғой. Білсе оған не болады? Деп сөйлеп келе жатқан Аманатқа айналасындағы адамдардың бәрі қарайды. Арада 7 ай өтіп, жұмыста отырған Аманатқа Талшынның ата-анасы қоңырау шалып, перзентханаға жетуін сұрайды. Аняның айтқан сөздері есіне түсіп, бірақ қалай перзентхана деп түсінбей таксимен жедел жетеді. Ашы толғақтан талып қалған Талшынды отамен босандырамыз деп дайындалып жатыр екен. Құдаларының хабарлауымен Аманаттан бұрын әкесі Данышпан ата жеткен еді. Жүр балам, бер кел. Талшын келінім кеткенде күнде немерелерімді көруге мектепке баратымын. Сен олардың жағдайын сұрай алмасаң да, мен сенің жағдайыңның жақсы екенін жеткізіп тұрдым. Келімді сен не үшін үшіншісін тумайсың деп кінәлаушы едің. Ал ол сенен бөлек кетпей тұрғанда Алла қолдап жүкті болған екен. Енді міне, барлығымыз жанының аман қалуы үшін Аллаға тапсырып тұрмыз. Есіңді жи, ақылыңа жеңдіріп, нағыз отбасыңа орал. Әлемдегі қандай да бір шешуі жоқ құдіретті күште Алланың күшіне қарсы тұра алмайды. Аманат дереу мешітке жетіп, кіре сала еңіреп, алақанын жайып, Алладан жан тәнімен Талшынмен баласының қара дуаның күшінен құтылуын сұрады. Ұзақ отырды. Жасы тоқтамай, барлығына қатты өкінетінін сыртқа ақтарып салды. Ұялы телефонның шырылдағанында есіме қалған. Бірнеше мәрте басын шәжеге қойып, кешірім сұрап сыртқа шыққанда, анасы Қанымшада басына орамалын тағынып, есік аузында Аманатты күтіп отыр екен. Анашым, Талшын сенің туған қызың ғой, сұрашы Алладан, ананың тілегі қабыл болады. Өтінемін анашым. Талшынмен балам аман қалса, мен сенің бар айтқаныңды жасайтын боламын. Аманат, сен бәрін білемісің? Кешірші, мен сорлы әйелді. Анашым, мен сені кешіремін. Туған балаңдай көріп жеткізгенің үшін, Талшын үшін Алладан кешірім сұрап, дұға етіңіз, деп перзентханаға жүгіріп кетеді. Дәрігерлер Талшын мен ұлының өмірін аман алып қалғандарын айтқанда, Аманат құда-құдағидың алдында тізерлеп отырып, менің Талшыныма қарап, осы күнге жеткізгендеріңіз үшін алғысым шексіз, деп рахметін жаудырды. Алла жолында жүрген Талшынның әкесі мен анасы әрине кешірудің парыз екенін біледі. Барлығы мәре-сәре болып отырғанда Талшын есін жиды да, Аманат, сен неге бұл жерде жүрсің? Ал отбасың ше? дейді. Менің нағыз отбасым, ол менің ақылға келген анам, өзіңе әрдайым қамқор танытатын әкем,
Ең бастысы, сен және менің қызым және 2 ұлым. Талшын жұмсақ алақандарымен Аманаттың маңдайынан сипап, мені өз үйіңе ерте кетші, деп сыбырлады. Аманаттың ұялы телефоны соғылды. Анасы Қанымшаның даусы ұнамады. Алло, анашым, даусың неге біртүрлі? Сөздерің анық емес, сен қайдасың? Телефонның тұтқасын Талшынға бер, деді анасы Қанымша. Қызым, айналайын, мені кешіру қиын, бірақ кешіруге тырыс. Жақсы ана, жақсы ене бола алмадым, мен сендерді жақсы көремін, деп телефонды қоя салды. Аманаттың іші бір келеңсіздікті сезгендей әкесін алып үйіне жетті. Үйде қарны шермейіп, Дана отыр екен. Анам қайда? Әлі үйге келмеді ме? Анаң маған соңғы күні есепте бермейтін болды. Менен неге сұрайсың? Деп түрсе қоя берді. Данамен санысып тұратын уақыты жоқ Аманат мешітке қарай бет алды. Мешіт алдындағы жайнамаз сататын сатушылардан Қанымша апаны бейнелеп сұрастырып еді. Таксиге мініп кеткенін білді. Телефонына қоңырау шалса, өшіп тұр. Жүрегі сезгендей қала шетіндегі Аня апайдың саяжайына асықты. Саяжайға жетер-жетпес жолда өрт сөндірушілер мен жедел жәрдем көліктерін көріп, суық терге шомылған Аманат жылдамдығын арттырып жеткені сол еді. Аня апайдың өртке оранған саяжайының күл талқаны шыққан. Өрт сөндірушілер арғы бетке өткізер емес. Менің анам тірі ме? Деп айқайлаған Аманатты тыңдап жатқан ешкім жоқ. Табылған осы 2 адамның мүрдесі, деп ақпен бетін жауып жатқан көріністердің жалған емес екеніне сенер-сенбестен тұрып қалды. Тұрған жерінде сіресіп қатқан Аманат иығынан түрткен жұмсақ қолдардан есін жиса, артында анасы тұр. Өз көзіне өзі сенбеген Аманат анасын қатты құшақтап, расымен тірі екеніне көзі жетті. Жолдан қалаға көлік ұстап үйлеріне жөнелді. Қанымшаның ойында Аняға барып, өз жанын құрбандыққа шалып, балаларына маза беріп, бақыттарын қайтаруын сұрау үшін баруға бел буған екен. Алланың құдіреті шексіз. Жаны жараланып біткен анаға аяушылық білдірді ме екен, тағы бір өмір сыйлады. Ал өмір бойы Қанымшаға бірде түлкі құрбы болып, бірде жанашыр адам секілденіп, ал тағы бірде таза бопсалаушы болып келген Аня өз жазасын белгісіз өрттен алып жан тапсырды. Үйге жеткенде Данаға болған жайтты айтады. Дананың толғағы басталып, перзентханада бала босану барысында өлі бала туып, сен алмай, есінен алжасып, жүйке-жүйесі сыр берген адамдар жататын жындыханадан бір-ақ шықты. Үлкен ем шараларынан кейін Дананың ауруынан айықпайтынын білген Аманат Дананы сол жерге қалдыруды шешті. Перзентханада 15 күн жатқан Талшынның шығатын күні де жетті. Құда-құдағилармен бала-шаға шуласып, түрлі түсті шарлар ұстап, гитараның құлағында ойнайтын Аманаттың достары әндетіп, Талшынды перзентханадан ұлымен шығарып алды. Қанымша өзінің араласпай кеткен туыстарымен қайын жұртының басын жинап, шілдехана бесік тойын дүркіретіп жасады. Данышпан ата басы қосылған ағайын жұртының алдында әдемі сөз сөйледі. Алладан алақан жайып сұраған Талшын келінімнің тілеуі қабыл болып, бізге тағы да тәтті немеренің бал күлкісін сыйлады ағайын. Жасырары жоқ, талай келіннің бұйығып, тұмжырайып жүруі Қанымша кемпірімнің кесірі еді. Зекіп басып тастауынан келінім көп ашыла алмай қап жататын. Талшын келмей тұрып, үйге келген кісіге лас ыдыстан ас беріп, менің де, өзінің де ағайыннан алыстап, аралас құраласымыз жараспай, алыс-бері сыйымыз үзілген еді. Баламды келінме қарсы қойып, өзі соның құрбаны болып, ақыры ажырастыра жаздаған еді. Бірақ ағайын, менің кемпірім Қанымша мен үшін және сіздер үшін бұдан бұлай жаман қырынан көрінбейтін болды. Оның үлкен себебі бар. Отбасымызға бір шүйкебас әйелдің дуасы кесірін тигізіп, шарқымызды шыңғыртып, шаңырағымызды ортасынан түсірген болатын. Алланың күшіне адамның құдіреті жетпейтіннің бір дәлелін айтайын. Сол дуаның кесірі жасаған адамның өзін жалмап, ұрпағын жындандырып, немересін жұтып кетті. Менің отбасымның бірден бір сақталуы, Талшын келінімнің біздерге күнә артпай, ренішпен қарамай, Аллаға алақан жайып, отбасымыздың тілеуін тілегеннің арқасы. Бір-бірімізге жау болмай, барымызға қуанып, жоғымызға қанағат етіп, бастысы Алладан алыстамайық ағайын. Данышпан атаның осы бір керемет сөздері тойға жиналған туыстың көкейінен орын алған іштарлық сезімдерін өшіруге
ықпалы тисе игі, отбасының ұйған тыныш өмірі өз жалғасын табуда. Ата-анасы мен жолдасы өз араларында келіскендей талшынға құпияны ашпаған жөн деп шешті. Арада бірнеше айлар өткеннен кейін дәрігерлік сараптамалардың нәтижесі Қанымша апаның денсаулығының сыр бергенін көрсетті. Үлкен клиникалардан бірнеше ем іздеп шаршаған Қанымша апаның бүгін қайтқанына 1 жыл 5 ай. 2018 жылы 28 мамырда ауыр науқастан көз жұмған екен. Әңгіменің соңы.